Бәлем, сендермен болған мен Рамазан. Бүгін мен жаңа мынау Майнкрафтқа обзор істеймін. Версия 1.16.210.56 мен сол версияда ойнаған басында. Онда видеоға кеттік. Ал достар, бірінші жаңа нәрсеге көшсек, жаңа Майнкрафтқа админ десе де болады, сол мынандай жаңа блоктар дайын істеді. Содан кейін бұлар қалай істелінетін кішкенектерін көрсетемін. Біреуін ғана көрсетемін қалай істелінетін. Қараңыздар, осындай блоктар бар. Бұны мынау кірпішті көріп тұрсыздар ғой, сол жақтан ала аласыздар. Және мынау железный блоктың қасында тұр. Осы блокты барлығы. Міне күшті блоктар десе де болады. Осымен үй соқсаңыздар болады, достар. Ол бұлар осылай тұру үшін, алу үшін мыналарды қосу керек. Covered Enclaves деген дополнение возможности моддинга деген создание пользовательских биомов, возможности создателя праздника. Осыларды қоссаңыздар, бұл не істейді? Осылар инвентардан көре аласыздар. Бұны мен не екенін түсінбедім. Андай факелді ойлап қалдым басында. Мұны біз енді мынау мені кровать жақта таба аласыздар. Міне бұл осындай. Орасынан өте алады кем. Күшті нормально екен. Бұл жақта басқа әлі нәрсе жоқ. Қазір енді қалай скрафтить ететінін көрсетемін сіздерге. Бұны істеу үшін мынандай 4 слейтік керек. Және бұны былай төртеуін де былай құртамыз. Және біздерде коппер блок тіптірман соны істей баламыз, яғни. Міне, қараңыздар, осындай блок шықты. Например, сүйгеді болатын сияқты. Андай блоктарды көшемін. Ал енді, міне қараңыздар. Еще жаңа Майнкрафтқа осындай ешкі қойды. Бұны қаяқтан таба аласыздар деп ойлайсыздар. Выживаниядан. Бұны сіздер таудан таба аласыздар. Және бұларды өлтірсеңіздер, сіздерге қойдың еті түседі. Және админ мынандай күшті заттар істеді десе де болады. Костылар істеді. Қараңыздар, батпет істер сіздердің. Және қыпылаңыз қазір көрсетейін. Қазір бұлай істеп қойық. Қазір менің ойымша хп заморозить ететін еді ғой. Болмайды, хп заморозить етіп қалатын еді ол да сөйттім мен ойнағанымда бұрын кеше ма ойнағам күні. Мен жаңа осындай не шығарды. Бұл сөйтіп ойлаймын, бірақ бұдан қазір броняма істеп көрейік. Менің ойымша бұдан броня істеу мүмкін емес. Қазір көрейік. Бірінші қылыш көрейік. Майнкрафттың қателігіне де жатып кететін шығар. Бұл руда ғой, например. Ал онда маған келсек, біз қазір мынандай админ және осындай не
осындай шығарды. Осындай не десе болады. Осындай мынандайлар шығарды. Мынандай шығарды. Осындай бір блокбас шығарды. Және біз оған келсек қазір выживание қылайық. Бұны мен ойымша шахтадан таба аласыздар. Мен бұны білмеймін. Вызывать еткенде таппағым. Негіз бұл хп алады. Мен көп хпымды алған бұл. Күтемін хп алмай атып жата. Қазір көрейік. Настройканы мирныйға қоймау керек шығар. Достар, негіз бұл мені хпымды алды. Секірсе де алатын еді ол. Қаче. Достар, бұл негізі секірсе сен хпымды алатын. Қазір қазір көрсетейін енді. Қараңыздар. Мен наны бұлай мынаны қойып, және мыналарға лақтырсам, қараңыздар. Міне өлтіріп тастайды. Қойды жеп қояды дегенде, қараңыздар. Енді Майнкрафтта осындай сигнал шығады. Қараңыздар. Сіздер замок против замкада ойнасаңыздар, сіздің досыңыз замогын сындыратын кезде сіздер механизм жасап қойып, досыңыз қайда екенін келіп қалған ба біле аласыздар. Қараңыздар. Міне сіздер жүрсеңіздер қасында мынау қосылады, қосылады мынау. Сондай, Вот. Бірден көріп қойса да, ой, достар, айтпақшы, жануарларда осы жақта жүрсе, осының қасында жүрсе, олар сигнал болып жатады, олда. Бұлар жүрсе де, мынау свет қосылады. Біз кетіп қалсақ, алысқа кетіп қалсақ қазір. Мысалы, осы жаққа келсек, бұл сигналды алысқа дейін ұстамайды, Және біз ұшсақ, қараңыздар, ол сигнал бере алмайды. Достар, осымен мен видеомды аяқтаймын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ал ендеше қош сау болыңыздар.